Баршаңызға сәлем. Айттың кездерінде немесе басқа да қонақтар келетін кезде осылай бірнеше нан өнімдерін дастарханымызға әзірлеуімізге болады. Ол үшін мен бірінші бауырсақты ашытып алдым. Бауырсаққа 1 литр сүт және 2 жұмыртқа, татымына қарай тұз және де шекер, әркімнің өз қалауынша ашытқымызды, сондай-ақ сұйық майымызды құйып, ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, қолдауларыңызды сұраймын. Мінекей осылай қамырымыздың арасын қайта-қайта қайтарып, біртіктері кеткенше илейтін боламыз. Бұны көтерілуге қойғаннан кейін де 2-3 мәрте қайтарсаңыздар, бауырсақтарыңыз өте томпақ болып шығатын болады. Екінші, мен самсаға қамыр иледім. Самсаға 400 грамм сары майды кішкене ғана ертіп алдым. Қатты ерткен жоқпын, көріп тұрғандарыңыздай. Оның үстіне 1 кеседей сүт және тұз қосып, аз-аздан бұғанда ұнды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бұл қамыр өте жұмсақ болады. Майы көп болғандықтан, көріп тұрсыздар, қолға жабыспайды қамырымыз. Осылай іртіктерін жазып, бірнеше мәрте қайтарып, самсаның қамырында салқын жерге қойып қоятын боламыз. Мінекей көріп тұрсыздар, қамырымыз өте майлы. Енді біздің бауырсағымыз көтерілгенше чак-чакты пісіріп алатын боламыз. Чак-чактың рецептін мен алдыңғы видеоларда сіздермен бөліскен болатынмын. Сол рецепт бойынша чак-чагымызды мен илеп қойғанмын. Енді мен сол чак-чакты пісіретін боламын. Ол үшін оқтаудың көмегімен қамырымызды қалыңда, жұқада емес, орташа көлемде әдемілеп жайып алатын боламыз. Мінекей қамырымыз өте жақсы және тез жайылып жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Қатты ұнның да көмегі қажет емес. Мінекей көлемін үлкейтіп алғаннан кейін жақсылап кесетін боламыз. Чак-чактың формасын әркім өзінің қалауынша гүл тәрізді, 4 бұрышты етіп, немесе кеспе сияқты кесуге де болады деп алдын айтқан болатын. Мен бүгін көбелек сияқты етіп жасауды және гүл тәрізді етіп жасауды жөн көріп отырмын. Қандай қылып кессеңіздер де дастарханның сәнін келтірерінде сөзсіз. Мінекей мен қазір көбелек тәрізді етіп жақсылап жасап аламын. Одан кейін майымызды қыздырып қоямын осы ортада. Одан кейін қызып тұрған майға осы чак-чактарымызды салып пісіретін боламыз. Мінекей менің майым қызып тұр. Жаңағы көбелек тәрізді чак-чактарымызды салғанда, мінекей қандай болып әдемі көтеріліп жатқанын қараңыздар. Тіпті гүлге де ұқсап кетеді бір қарағанда. Бұл біздің дастарханымыздың сәнін келтіреді. Мінекей осылай екі бетін кезек-кезек пісіріп алатын боламыз. Өте әдемі және барынша күртілдек болады. Мінекей менің чак-чагым дайын әзір болды. Енді тағы да біздің бауырсағымыздың қамыры көтерілгенше самсаны әзірлеп алатын боламыз. Самсаның қамыры бізде дайын. Жаңа біз оны илеп қойған болатынбыз. Енді осылай пиязымызды майдалап турап, ішіндегі салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін кішкене фаршымызға осылай пиязымызды майдалап қосып, тұз, бұрышты қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей менде жаңағы қамыр. Бұл жерде майлы қамырдың бір жақсы жері уақытты алып, оны жаңағы үлкен етіп қамыр қылып жайып, арасына май жағып жатпайсыздар. Осылай бірнеше майда бөліктерге бөліп, ары қарай оқтаудың көмегімен жайып, өз қалауларыңызша түйіп, самса әзірлей беруге болады. Мінекей осылай майда-майда күлшелерді жасап аламыз. Одан кейін сол күлшелерді осылай жаятын боламыз. Көріп тұрсыздар, ешқандай ұнның қажеті жоқ. Қамырымыз майлы әрі жұмсақ. Осылай жаямыз да арасына салмасын салып, жаңағы дайындап алған салманы сөйтіп өз қалауларыңыз бойынша түзеулеріңізге болады. 3 бұрышты самса немесе 4 бұрышты гүл тәрізді. Әркімнің өзінің қалауы біледі. Мінекей мен осылай етіп жасап шықтым. Осы ортада біз табамызды қыздырып қоямыз. Сол қызып тұрған табамызға салып пісіріп алатын боламыз. Одан кейін мен қамырын көптеу қылып илегенмін. Сол үшін мен етті пирог жасайтын болам. Арасына ет қосылған. Мінекей 2 бөлікке, бір үлкен, бір кіші бөлікке бөліп, бірінші үлкен бөлігін жайып алатын боламыз. Үлкен бөлігінде орташа қалыңдықта жаямыз. Содан кейін жаңағы табамыздың бетіне фольганы төсейміз, немесе табамызды жақсылап майласақ та болады. Сөйтіп үлкен бөлігін фольганың бетіне төсеп, жаңағы арасына дайындаған салмамызды салып шығамыз. Бетіне толықтай жаятын боламыз салмамызды. Мінекей мен барлығын салып, осылай жайып шықтым. Енді бетіне кіші бөлігін жайып, осылай бетін жабатын боламыз.
мінекей бетін толықтай жауып алғаннан кейін артылған бөліктерімен жақсылап шет-шетін өріп алатын боламыз. Бұл біздің пирогымыздың сәнін әдемі етіп келтіретін болады. Мінекей өріп болғаннан кейін ортасын кішкене тесіп қойып, бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Жұмыртқаны толықтай жағып алғаннан кейін жаңағы мак, күнжіт бетіне себулеріңізге болады. Сөйтіп қызып тұрған жаңағы пешімізге пісіріп аламыз. Мінекей менің самсаларым, көріп тұрсыздар қандай әдемі жұмсақ. Бұның да қамыры өте әдемі болады. Күртілдек, жұмсақ болып, міне біздің етті пирогымыз да пісті. Енді менің бауырсаққа ашытқан қамырым дайын болды. Осылай барлығын ыдыстан түсіріп алып, оны майда бөліктерге бөлеміз. Яғни бірінші өздеріңіз білетіндей 7 шелпегімізді пісіреміз. Яғни қамырды майда 7 бөлікке бөліп алып, міне осылай 7 бөліктерге бөліп, қалғанын үлкен-үлкен зуала жасайтын боламыз. Мінекей осы зуалаларды енді шетінен жайып, майымызды жақсылап қыздырып қойып, 7 шелпектен бастап пісіріп аламыз. Менің қамырым жұмсақ болғанымен, мінекей көріп тұрсыздар, ұнды өте көп қажет етпейді, және көп қатты жабыса бермейді. Менің тестамның жаңағы тиімділігі, мінекей көріп отырсыздар, кішкене ғана ұнның көмегімен шелпекті өте жұмсақ қамырды осылай әдемілеп жайып алдым. Міне менің майым да қызып тұр. Енді осыған жаңағы шелпегімізді салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтеріліп жатыр. 7 шелпегіміз алдын артын аударып, осылай жақсылап қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай бірінен кейін бірін пісіріп алуымызға болады. Одан кейін 7 шелпектен кейін артынан міндетті түрде бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Қамырымызды қайтара илегеннің пайдасы өте томпақ болып, барынша көтеріліп, әдемі болып піседі. Мінекей осылай екі жағында пісіріп аламыз жақсылап. Міне менің 7 шелпектерім де әзір болды. Көріп тұрғандарыңыздай, және бауырсақты қараңыздар, өте керемет. Астарыңыз дәмді болсын.